Моңғолияның өзі де қызық ел өзі. Ұлан байтақ жер, 3 миллион адам тұрады, халық тұрады. Сонда екінші ұлт қазақ ұлты. Бірақ Құдайға шүкір, қазір табиғи өсімнің арқасында сол 90 жылдары санына қайттан жетті Моңғолияда. Енді оларды қозғаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Оларға ешқандай қазір мәселе жоқ. Иранның қазақтары емін-еркін келіп жатыр Ақтауға. Сол сияқты Моңғолияның қазақтары да емін-еркін Қазақстанға келеді, кетеді. Баян-Өлгей аймағы өзім болдым, қандай керемет. Барлығы қазақша. Мемлекеттік қызмет, аэропорт, әуежай, мектептер, кітапхана, театр, барлығы бар. Кәдімгі Қазақстанның бір облыс сияқты да. Осындай жағдайдан айылып қалмау керек та. Өзбекстанда да солай жасауға болады. Біріншіден, екіншіден, олардың тұрып жатқан жерлері біздің қазақтың байырғы өзінің жері ғой. Біз ол жерден кетіп қалдық, көшіп кеттік деген сөз, қазақтар көшіп алдық деген сөз, ол жерді сол мемлекетке тапсырдық деген сөз ғой. Ал тарихи деректер бойынша, тарихи ақиқат бойынша ол жердің бәрі қазақтың жері. Ал қазақтың жері, ол қазақпен ғана қазақтың жері болады. Ал егер ол жерде қазақ тұрмайтын болса, ол жерді ұмыту керек болды, басқа жол жоқ.